Махаббат ертегісі 77 бөлім. Бүгінгі бөлімінде Макердің анасы өзіне қол жұмсамақ. Өйткені ол өзіне күйеуіне уәде беріп қойған еді. Ауруханада жатқан кезде Куршат қайнатасы келеді. Ол Гүлзар сендерге пісіріп жіберді, бурек басқа да деп айтады. Ал мұнда Макердің анасы Сүрия хат жазып отыр. Өйткені ол хатта кейінірек айтып беретін боламын. Әзірге осылай суретін. Махмет, мен саған барам дедім. Мен уәдемді орындаймын міндетті түрде дейді. Осы кезде Сүрияның көмекшісі келіп қалады. Сол кезде барлығын тығып, менде бәрі жақсы деп тек дәрілерін ішіп алады. Алайда дұрыс емес. Ал Махер болса атасымен сөйлесіп жатыр. Атасы Жанпизаның қалай Махердің Сәлімнің көлігін атқанын, оны қалай құтқарғанын барлығын баяндап отырған кезде Махердің атасы Асап мырза келеді. Ол Куршатты жақтырмай қайта шығып кетеді. Содан кейін Куршатта ыңғайсызданып, қой мен кетейін, жақсы, аман бол, ауырма деген секілді сөздерін айтып, ол да шығып кетеді. Артынша Жанпиза шығады. Осы кезде Асап төре енді қайтып келуші болма деп айқайлайды. Тіпті Жанпизаға да сен әкең мен Махерді татуластырғың келеді. Мен оны қаламаймын. Мен осы күнге дейін бетіңе қарап сөйлеген жоқпын. Тіпті сенің үйленгеніңе қарсы болмадым. Енді сен әкеңді бұл жерге келуші болма, тіпті оны араластырма, көрсетуші болма деп ұрсып қояды келініне. Жанпиза ашуланып кетеді. Магазинде де бердім деп айтқаннан кейін бірден ал мұнда далада аңдып жүрген әрине екі ғашық Перман мен Эфсана. Гүлзар екеуі ол туралы сөз етіп жатыр. Енді не болмақ, Себда біліп қалса барлығы быт-шыт болады дейді. Осы кезде Жанпиза Сараға қоңырау соғып, тезірек магазинді босат, мен ол магазинде жұмыс жасамаймын. Енді ол магазин жүктердің бәрінің үйінде әкемнің жертөлесіне жинап қой деп ескертті. Ал мұнда барлығына сабыр берсін деп Гүлзар өзі отыр. Перман қатты қуанып отыр. Менің объектілім тірі екен ғой. Енді мен сенен бас тартпаймын. Мен барлығын Себдаға айттым. Ол мен ажырасқым келетінді айттым, сүймейтінді айттым. Енді екеуміз бірге боламыз деп жұбатып қойды Эфсананы. Ал мұнда Себда, мен сені өлтірем, осыдан ғашығың көңілдесін болсын, сосын көрсетем деп ашуланып жатыр. Махер мен Жанпиза әдеттегідей махаббатқа толы сезімдерін айтып, енді ешқашан ажыратпаймын, сен өліп қалсаң мен шынымен де жынырып кететін сияқтымын. Сүрия апамның қалын енді ғана түсіндім, сенсіз өмір сүре алмаймын деп жатыр. Содан кейін Жанпиза тамақ дайындау үшін әжесіне қоңырау шолып, маған қандай тамақтар кеңесін айтасыз деп осылайша бурек, күріш, бұрыш та бірдеңелерді пісіріп жатты. Бурегі пісіп жатса, күріші күйіп жатыр, күріші күйіп жатса, бұрышы пісіріп жатыр. Ал әжесі мақтап жатыр. Әжесі оны мақтап жатыр, молодец Жанпиза деп. Ал мұнда Перман інісіне Махерге, менің екі жаңалығым бар, бірі Себдамен ажырасу болса, екіншісі Эфсана татуластым, объектілім тірі екен дейді. Ал мұнда Себда жылап жатыр, өйткені баласының жүрек соғысы тоқтап қалған екен. Енді түскі жасатуға тура келеді. Жоқ, менің балам өлген жоқ деп қайғырды. Сүрия болса Махер мен Жанпизаға қайта-қайта хат жазып, оны біресе тығып отыр. Өйткені ол өзімен шынымен де бұл өмірмен қоштасып жатыр. Енді барлығын тастап Мехметтің жанына барам дейді, яғни қайтыс болатынын білдіріп жатыр. Негізі Сүрия ең мен үшін ұнайтын. Ал жаңалықтарда Сәлімнің қанпезер, қылмыскер және полиция бастығы Махер атқаны көрсетеді. Осы кезде ол түсініп қояды. Махер, яғни Сәлімді үйіне кіргізген адам, полицияға қызмет. Махер Сәлімнің қайда екенін білгеннен кейін орнында отыра алмай бірден операцияға кірісіп кетті. Махер, бармашы, өтінемін, Сәлім тағы да сені жарақаттап кетер, болмаса мен машинаның ішінде отырайын, барайын деп Жанпиза қиылса да Жанпизаны тастап кетті. Содан кейін полициялардың барлығы жиналып және әлгі кісінің үйіне кісіні жұмсауға жіберді. Бірақ Сәлім барлығын біліп қойды. Солай әлгі кісі бостан-босқа өліп кетті. Өйткені Сәлім оның алдағанын білгеннен кейін жүрек тұсынан ата салды. Содан кейін мен берілмеймін, мені өлтіріп қана аласың дейді. Десе де Махер барлығын білген, оғын санап, оны әбден оғын таусылғанша атысып, содан кейін үйге кіреді. Сәлім оған телефон, оған атамын деген кезде оның алдынан және артынан полициялар пистолетпен қоршап тұрды. Сосын Сәлім, болды, мен өз-өзімді атып өлтіремін дейді. Алайда онда ішінде оғы жоқтығын Сәлім өзі де ұялып қалады.
содан кейін махирді ашуландыру үшін мен жанпезаны алып кетемін, менің әкем сенің әкеңді өлтірген дұрыс болды деп әбден ашуына тиеді. десе де махир үндемей жауап қатады. содан кейін барлығы қуанады. ертең Сәлімді соттаймыз дейді. бірақ үйіне әжесі мен анасы келді. Анасы бір күн қонайын дейді, яғни оның мақсаты осы үйде өз-өзіне қол жұмсау еді. Жалғасы бар.